Қазір еститін оқиғаларыңыз шын өмірде болған. Бірақ сену немесе сенбеу сіздердің қолдарыңызда. Автордың айтуы бойынша өз басынан өткен шын оқиға екен. Бүгін мен сіздерге Россия елінде тұратын Анита есімді қыздың оқиғасын айтып беремін. Ал ендеше назар салыңыздар. Бұл 2017 жылдың маусым айында болған оқиға. Күн әдеттегідей өтіп, түн жақындап келатқан. Мен көрпешеге оранып, сүйікті фильмімді аяқтадым. Кейінірек ұйықтап кеттім. Түнде түсіме әжем енді. Маған бірдеңе деп айтты. Бірақ не дегені есімнен шығып кетті. Ертесінен таң атқанда азанға асымды ішіп болған соң, анама барып қайтайын деп шештім. Бірер заттарымды жинадым да аялдамаға жол тарттым. Анамның үйіне де жеттім. Күн іш пыстырарлық және қызық емес болып өтті. Енді өз үйіме қайтайын деп атқанда, анам қонуымды сұрады. Мен қонғымды келмеді, себебі жаңа жерде ұйықтай алмайтынмын. Бірақ менімен мүлдем сырласпайсың, үйіме көп келмейсің деген әңгімесін естімеу үшін келістім. Шамамен сағат 11-ге дейін анам екеуміз сырласып отырып қалдық. Кейінірек анам ұйқысы келіп өз бөлмесіне кетті. Ал менің мүлдем ұйқым келмеді. Сондықтан компьютерді қосып, тағы 1 сағат отырып қалдым. Кейін мені бір түсініксіз сезім жаулап алды. Білесіздер ме? Бәлкім көбісінде болатын шығар. Мысалы, қорқынышты оқиғаларды оқып аласың да, кейін біреу саған қарап тұрғандай сезім болады. Міне, менде де дәл осы. Бірақ себепсіз. Бірінші назарымды есік жаққа аудардым. Есіктің алдында тумбочка тұрған. Оның үстінде светильник. Жалғыз сол ғана бөлмеге жарық беріп тұратын. Бөлме әрине бос болатын. Кейін назарымды қарама-қарсы беттегі теледидарға аудардым. Қасында әдеттегідей жабылмаған терезе тұрды. Сол терезеден көрген мені шошытып жіберді. Екі үлкен көз маған қарап тұрды. Бір шынайы емес, қаламен бояп тастағандай көрінді. Анамның пәтері 5-ші қабатта болатын. Бірінші ойыма келгені, бәлкім бұл елестеп тұрған шығар, деп ойладым. Бірақ көздер жұмылып ашылып, әлі де маған қарап тұрды. Мен артымнан есікті жауып, ас бөлмеге қарай жүгірдім. Қорқыныштан денем мұздап, тітіркеніп кетті. Түсімде әжемнің терезені жауып жат деген сөзі есіме түскенде, мүлдем жүрегім қатты соға бастады. Содан азанға дейін ас бөлмеде отырдым. Таң атқанда анама жақсы ұйықтадым деп өтірік алдадым. Оның не болғанын мен білмеймін. Бәлкім елестеді ме, әлде қиялым менімен ойнады ма, әлде бұл шынымен тылсым нәрсе ме екен. Бірақ не болса да, енді мен түнде терезені бір нәрсемен жауып жатамын.